Кайырлы күн достар. Бүгін дәмі тіл үйретін, дастарханға ерекше сән беретін алма қосылған бәліш дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны бас все деп таңдап қойыңыздар. Келесі видеода өте дәмді самсаның рецебімен бөліспекпін. Алдымен бәліштің қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүтті құйып, оған ашытқы қосамыз. Үстіне қант қосып, араластырып, ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Масса көтерілгеннен кейін, оған ұн қосып, ұнның үстіне тұз қосамыз. Жұмыртқаны қосып, және ерітілген сармай қосамыз. Қалауыңызша ванильді экстракттан кішкене қоссаңыз болады. Немесе ванилин қосып жіберсеңіз де болады. Енді жақсылап қамыр илейміз. Илеп болған қамырдың ауа өтпейтіндей етіп бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Қамыр көтерілуі керек. Енді біз салмасына кірісеміз. Түбі қалың табамызға қантты салып, баяу отпен қантын ерітеміз. Қанты еріп жатқан кезде қасықпен араластырмаймыз. Ақырындап осылай ыдысты айналдырсаңыздар болады. Қанты еріді деген кезде силиконды күрекшемен араластырамыз. Енді біз бұған қабығынан ашылған, көбіктеп туралған алманы үстіне қосамыз. Алма мен карамельді осылай араластырып жатқан кезде, карамель осылай қатып қалған сияқты болып көрінеді, бірақ еш уайымдамаңыздар. Оны осылай силиконды күрекшемен жайлап үстінен бассаңыздар, жайлап карамель жібейді. Яғни алманың суы шығады, суымен бірігіп, біздің карамеліміз осылай үстінен бассаңыздар жібейтін болады. Араластыруды тоқтатпаймыз, үздіксіз араластырамыз. Енді суы тартылдау деген кезде, осындай түске енген кезде оттың астын өшіреміз. Енді бұл салманы суытамыз, суыған соң ғана бұл салманы пайдаланамыз. Ашыған қамырды аздап қана ұн сеуіп, бір елеп жібереміз. Енді қамырды біз екіге бөлеміз. Бәліштің астыңғы қамырын үлкендеу етіп, ал үстіңгі қамырын кішілеу етіп кесеміз. Бәліштің үстіңгі бөлігін пакетке салып, бетін жауып қоя тұрамыз. Беті қатып қалмауы керек. Бәліштің астыңғы бөлігін оқтаудың көмегімен жаямыз. Көп ұн сеппеңіздер. Жайып болған қамырымызды пергамент төселген табамызға қойып, бетін жауып, расстойкаға 15-20 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта енді бәліштің үстіңгі бөлігін аздап қана ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Енді қамырды пышақпен немесе кескішпен екі жақ шетіне апармай осылай кесіп шығамыз. Астыңғы қамырды келесі қамырмен кезектесіп айналдырамыз. Осылай бірінен соң бірін чередовать етіп айналдырып шығамыз. Ең соңғы қамырды видеодағыдай етіп жақсылап жабыстырамыз. Расстойкада тұрған қамырымыздың үстіне бағанағы суыған салмамызды салып шығамыз. Салманы салып шыққаннан соң, бәліштің үстіңгі бөлігімен салманы жабамыз. Осылай шет жерлерін жақсылап бітеп шығамыз.
Шетін бітеп шыққаннан соң осылай ішке қарай қайырып шығамыз. Пешке жібермес бұрын, жұмыртқаның сарысын жақпас бұрын, бетін жауып расстойкаға 15-20 минутқа қалдырамыз. Расстойкада тұрғаннан кейін барып бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Енді бәліштің бетіне жағатын сироп, шәрбат дайындаймыз. Су мен қанттың үстіне аздап қана лимон шырынын қосып, араластырып қайнатамыз. Шәрбат осылай үзіліп тамып тұру керек. Енді пештен шыққан бойда ып-ыстық бәліштің үстіне шәрбатымызды жағып шығамыз. Бәліш міндетті түрде ыстық болуы керек, сол кезде ғана шәрбатты жақсы сіңіреді. Мінекей, біздің алма қосылған бәлішіміз дайын. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып все дегенді таңдап қойыңыздар. Келесі видеода өте дәмді самсаның рецебімен бөлісетін болам. Астарыңыз дәмді болсын.